Саламатсыздар ма? 7-ші дәріс. Тақырыбы сөз жасамдық талдау, сөз жасамдық ұя. Сөз жасамдық ұя дегеніміз бұл бір негізгі түбірден тараған туынды сөздердің жиынтығы. Ұяға енген сөздер мағыналық жағынан байланысқан түбірлес сөздер болып саналады. Сөз жасамдық ұя белгілері. Негізгі түбір. Бір буынды тірі немесе өлі болуы мүмкін. Туынды түбірлер. Бұлар жұрнақтар арқылы жасалады. Мағыналық байланыс барлық сөздер түбірмен мағыналас болып келеді. Морфемдік құрам әртүрлі болуы мүмкін. 1, 2 немесе 3 морфемалы. Ал сөз табы бұлар әртүрлі сөз табында бола береді. Сөз жасамдық тәсілдері негізінен синтетикалық, бірақ аналитикалық түрлері де кездеседі. Сөз жасамдық уәждеме мағына тудыру себебі, яғни негізділігі. Сөз жасамдық ұя құрылымдық элементтері. Бірінші сөз жасамдық жұп. 2 сыңардан тұрады. Түп негіз және одан туындаған сөздер. Мысалы, ой, ойла, біл, білім. Түрлері ортақ сыңарлы, әртүрлі сыңарлы. Екінші сөз жасамдық саты. Туынды сөздердің ұяда орналасу деңгейі, көлденең және тігінен сипатталады. Саты бұл мағына мен құрылымның жүйелілік тәртібі. Үшінші сөз жасамдық тізбек. Тікелей бірінен бірі туындаған сөздердің жүйесі. Әрбір тізбек негіз сөзден басталып, мағынасы күрделене түседі. Тізбекте бір түбірден бірнеше деңгейде тараған туындылар болады. Мысалы, бас, басқар, басқарма, басқармалық. Ал сөз жасамдық тарам бір сатыда жасалған туынды сөздердің жиынтығы. Тарам көлденең құрылым. Жұрнақтар әртүрлі болса да, негізгі сөз ортақ болады. Сөз жасамдық жұп дегеніміз түп негіз сөзбен сол негізде жасалған туынды сөзден тұратын ең кіші құрылым бірлігі. Мысалы, бас және басқар сөзі сөз жасамдық жұп құрайды. Біл, білім сөздері, айт сөздері, осылар өзара сөз жасамдық жұп болады. Түрлері ортақ сыңарлы, яғни бір түбірден шыққан сөздер. Ақ, ағар, ақ, ақта. Ал әртүрлі сыңарлы ақ, ақтал, ақ, ақси. Сөз жасамдық саты дегеніміз сөз жасамдық ұя ішіндегі туынды сөздердің мағыналық және грамматикалық даму реті. Көлденең саты, яғни мұнда бір деңгейдегі туынды сөздер. Тік саты бір-бірінен туындайтын сөздер. Мысалы, бірінші саты тіл болса, екінші саты тілші, тілдік, тілде, үшінші саты тілшік, тілмаш, тілдесу. Сөз жасамдық тізбек. Сөз жасамдық тізбек дегеніміз бір түбірден туындайтын, бірінің негізінде бірі жасалған туынды сөздердің тізбегі. Синтагматикалық қатынас негізінде құрылады. Мысалы, бас, басқар, басқарма, ой, ойлан, ойландар, ойландыр. Белгілері міндетті түрде түп негіз болады. Бірінен бірі тікелей жасалуы мүмкін. Сөз таптары түрлі болуы мүмкін. Есім, етістік сөздер, үстеу. Тізбек басталатын сөз негіз сөз, тізбектің соңғысы негізді сөз болады. Сөз жасамдық тарам немесе парадигма. Анықтамасы бір түбірден бір деңгейде бір сатыда тараған туынды сөздер тобы. Бір ғана түбірден жасалған, бірақ бір деңгейдегі бір сатылы бірнеше сөз. Мысалы, бас, басшы, баспақ, басқар, бассыз, бастық, бас, яғни бәрі бас сөзінен туындап тұр. Белгілері бір деңгейдегі көбінесе бір сатылы сөздер. Сөз табы әртүрлі болуы мүмкін. Жұрнақ арқылы жасалады. Сөз жасамдық мағына түрлері бірінші өзгерген мағына, яғни жаңа мағынаның тууы. Екінші түрленген мағына. Бастапқы мағынамен байланыс үзілмейді, бірақ толық емес, кішкене өзгеріс пайда болады. Қорыта айтқанда, сөз жасамдық ұя қазақ тілінің сөз байлығын жүйелеудегі маңызды құрылым. Оның ішкі компоненттері жоп, саты, тізбек, тарам, бұлар тілдік жүйенің деривациялық әлеуетін ашады. Бұл құрылымдардың әрқайсысы мағыналық, морфемдік, синтаксистік қатынастар негізінде зерттеледі. Ғалымдардың зерттеулері қазақ тілінің бай сөз тудыру мүмкіншілігін ғылыми түрде дәлелдейді. Мысалы, бас сөзінен 143 туынды сөз, 92 сөз жасамдық тізбек, 67 негізгі туынды сөзден 137 сөз жасалған екен. Ал біл сөзінен 26 туынды сөз, 17 тізбек туындаса, шық сөзінен 46 тізбек туындайды. Бас сөзіне сөз жасамдық талдау. Негізгі түбірі бас, дербес мағынасы бар, зат есім, негізгі түбір. Мағынасы адам мен жануардың дене мүшесі, басқарушысы, бастау, жетекші мағыналарын білдіреді. Ал сөз жасамдық ұя тұрғысынан талдайтын болсақ, бас түбінен тараған барлық туынды сөздердің жиынтығы. Мысалы, бас негізгі түбір, басты сапалық сын есім, басшы адам, жетекші,
басқар, етістік, басқарма, зат есім, мекеме, ұйым, бастама, істі бастаушы, әрекет, бастық, жоғары қызметтегі адам, басым, басқа нәрседен артық, үстем тұру, баспана, үй тұратын орын, туынды мағынасында. Бастау, етістік, яғни бір істі, процесті бастау. Ал сөз жасамдық тізбек бұл бір-бірінен туындайтын туынды сөздердің тікелей байланысқан қатары. Мысалы, тізбек бойынша бас, басқар, басқарма. Ал басы, басшы, басшылық. Бас, басты, бастасы, бастау, бастама, бастамашыл. Сөз жасамдық жұптар бұл түбірмен одан жасалған бір туынды сөз. Мысалы, бас, басшы, бас, басқар, бас, басым, бас, бастама. Бұлар сөз жасамдық жұптар. Сөз жасамдық тәсілдер. Бас сөзінен туынды сөздер түрлі тәсілмен жасалған. Мысалы, жұрнақ арқылы. Бас, басқар, қар етістікті тудырушы жұрнақ арқылы. Басқарма, басқарма, мекеме атауын білдіретін жұрнақ. Бастық, тық, лауазымды білдіретін жұрнақ. Бастау, бастама, нәтижелі ұғым. Қосарлану, бас көз, екі мүше атауы, тұрақты тіркес. Кірікпе сөз, баспана, бас яғни пана сөздердің бірігіп кірігу мағынасы тұратын, яғни адамның тұратын орны. Сөз табына байланысты туындылар. Мысалы, бас, зат есім, басқар, етістік туындады. Басқарма, зат есім, басшы, зат есім, бастама, бұл да зат есім, басты, сын есім, бастау, етістік, басым, сын есім. Бас өте өнімді түбір. Одан бірнеше жүздеген туынды сөз жасалған. Сөз жасамдық ұясы күрделі, мағыналық өрісі кең. Ол әртүрлі сөз табына жататын, түрлі салада қолданылатын сөздер жасауда белсенді. Бүгінгі сабағымызға арналған практикалық тапсырмалар. Оқу түбір сөзінен кемінде 5 жаңа туынды сөз жасау. Әр сөздің мағынасын және қолдану жағдайын түсіндіріңдер. Мысалы, оқушы, білім алушы адам. Енді осы оқу тақырыбы бойынша блог жазу. Бұл жердегі мақсатымыз шығармашылық қабілеттерін дамыту. Яғни оқу тақырыбына қатысты блог. Міндеті оқудың маңызы, оның адам өміріндегі рөлі туралы қызықты әрі пайдалы ақпарат жазу. Блогта оқу түбірінен жасалған сөздерді барынша қолданыңыз. Келесі оқу сөзімен шығармашылық тапсырма. Яғни студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту. Тапсырма оқу тақырыбына қатысты өлең, ертегі немесе қысқаша әңгіме жазу. Жазған шығармаларында оқу, оқушы, оқулық, оқырман, оқыту сияқты туынды сөздер қолдану керек. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.